Қайырлы күн әріптестер. Мен Динара Қосоқызы Ажыбай. Сіздермен бүгін өзім сабақта жиі қолданатын Answer Garden сервисімен таныстырғым келеді сіздерді. Бұл сервисте көбіне кері байланыс ретінде қолдануға болады. Answer Garden дегеніміз аудитория үшін тұжырымдалған бір сұраққа жауаптардан сөздер бұлттарын құрастыру болып есептеледі мынандай қылып. Яғни біздерге балалардың берілген жауабына байланысты берілген сөздердің да форматтары түрі үлкейіп немесе кішірейіп өзгеріп отырады. Негізінен бұл сервисті тіркелмей-ақ қолдана беруге болады. Сол жермен бұл өте тиімді. Енді бұны қалай жасауға болады? Жасайтын әдісіне келейік. Біріншіден плюс батырмасын басу арқылы біздер келесі бетіне көшеміз. Келесі бетте бірінші жолға мен балаларға қоятын сұрағымды таңдаймын. Яғни бүгінгі сабақ қалай өтті деген сұрақ қойғым келсе, астына жай түсе отырып мен классрумды таңдаймын. Негізі миға шабуыл бөлімін таңдасаңыз, бұл жерде балалар бір сұраққа бірнеше жауап жаза алады. Яғни жауаптардың түрлері көбейіп кетеді. Сондықтан бұны пайдалану тиімсіздау. Модератор әдісін пайдалансақ, батырмасын басып, бұл жердегі қойылған балалардың әрбір жауабына мен өзім жеке отырып анализ жасап өңдеуім керек болады. Сондықтан маған кері байланыс ретінде мына класс сынып бөлімі өте ыңғайлы және пайдаланғанда жеңіл. Келесі мен символдардың санын анықтаймын, яғни балалардың жазған жауаптарының символдар саны. Және осы кері байланысты мен тағы да қолданғым келетін болса, мына жолға пароль жазуыма болады, және ол парольді сақтап қалдырып кетуіме болады. Яғни осы сервисте сол пароль арқылы мен осы жасалған кері байланысымды қайта пайдалана аламын. Және бұл кері байланысты мен бір күн немесе бір сағат сақтай аламын. Бір сағат немесе бір күн сақтай аламын. Енді крейдқа көшейік әрі қарай. Мен естеріңізде болса, мен қойған сұрағым бүгінгі сабақ қалай өтті деген болатынбыз. Яғни бүгінгі сабақ қалай өтті деп мына жерге жауап беретін болсақ, мысалы балалар жақсы деп жауап беруі мүмкін. Жақсы деп жауап бергенде бір жауап менің тақтама шығады. Яғни келесі өте жақсы деп жауап беруге болады. Тағы да сақтаймын. Қарасаңыздар, бұл жерде өте жақсы дегенде де бір жауап болды, жақсы дегенде бір жауап болды. Енді екеуінің бірін екі рет жауап берейін. Қандай өзгеріс болады екен, өздеріңіз көресіздер. Яғни мен жақсы дегенге екі жауап жаздым. Жақсы сөзі менде үлкейді, ал өте жақсы сөзі кішірейді. Және әрбір жазудың тұсына барғанда неше бал оқушының жауап бергенін шығып тұрады. Яғни мен өз сабағымның соңында бұлай батырмаларды басу арқылы мен өз-өзіме анализ жасай аламын. Яғни балалардың тұжырымдарына, жауаптарына байланысты. Енді бұл балалар қалай жұмыстанады бұл бағдарламамен. Мен балаларға үш кнопкасын басу арқылы ссылка жібере аламын. Яғни мына ссылканы көшіру арқылы мен балаларға жіберуіме болады өз чаттарына. Немесе батырмасын басу арқылы тақтаға QR кодын шығарып, балалар телефон арқылы сол QR кодты сканерлеп өз жауаптарын бере алады. Өте тиімді, жеңіл сервис деп ойлаймын сабаққа пайдалануға. Ең негізгісі тіркелудің керегі жоқ, сақтап қойсаңыздар да болады және жылдам дайындалады. Назарларыңызға көп-көп рахмет.